Ассалаумағалейкум достар. Қазіргі таңда смартфонды сатып алғаннан кейін жаңа смартфон анық, жақсы істейді, барлығы күшті істеуде, бірақ біршама уақыт өткеннен кейін, яғни 6 ай, жарты жыл немесе 1 жылдан кейін бұл смартфон өзінің жұмысын біршама баяулатуы мүмкін, яғни жұмыс істеу принципі біршама төмендейді. Оған себептер көп, бірақ оның басты себебі ол керек емес приложениялардың ішінде болуы. Яғни керек емес приложениялар бұның ішіндегі ресурсын жай-жайлап жеп құртады. Яғни бұның телефонның ішіндегі өзінің памяті толып кетеді, оперативный памяті толған сайын, өзінің памяті толған сайын телефон біршама баяу жұмыс жасайды. Осы видеодан кейін сен өзіңнің смартфонның ішінде біршама тазартып, өзіңнің смартфоныңа біршама жаңа өмір бересің. Яғни керек емес приложенияларды қазір сізбен бірге айтып, бірге өшіретін боламыз. Тезірек бастайық. Негізі шын мәнісінде телефонды сатып алған кезде тыс приложенияларды жазып аламыз да, ол біздің телефонымызда құртылғанға шейін тұрады. Яғни біз оны бір күні қолданып қалармыз, бізге керек болып қалар деген бір оймен ол біздің телефонымызда жүреді. Бірақ біз оны өмір сүру барысында, телефонды қолдану барысында ешқашан қолданбаймыз. Яғни ол приложение бізге шын мәнісінде керек емес. Сондықтан қазір егер де сіздер ешқашан қолданбайтын смартфондарыңыз болса, бірінші қатарда сол керек емес приложенияларды бірінші қатарда өшіріп тастаңыз. Және бұл жерде смартфондарды, приложенияларды өшіру әртүрлі санаттарда жүзеге асады. Яғни кейбір смартфондарда ол жаңағы фонда, менюда өшіруге болады, басып тұрып удалить дегенді басып, немесе приложенияны басып тұрып төбеге корзинаға удалить деген корзинаға лақтыру арқылы, немесе сол приложенияның өзінің ішіне кіріп, сол приложенияға кіріп, әр приложенияға кіріп отырып, сол өшіру деген пәрменді басу арқылы өшіруге болады. Және бұл жерде қандай приложенияларды өшіру керек? Сіз өзіңізге керек емес приложенияларды өшіре аласыз. Сізге қолданбайтын және сіз нақты бір күні керек болып қалар деген приложение қазір осы сәтте тура қазір өшіре аласыз. Өйткені сіз оны сізге керек уақытта, кез келген уақытта сол өшірген Play Market'іңізден, сол Play Market'тен тура сол уақытта қайтадан жазып ала аласыз. Сондықтан қазір керек емес приложенияларды өшіріп таста. Ең бірінші бізде өшіретін приложение ол батарея бутер, кез келген батарейканы біршама ұлғайтамыз, батарейканы жұмыс істеу принципі біршама көтеріледі, батарейка көпке шыдайтын болады деген приложенияларға сіз қолданатын болсаңыз, оны өшіріп тастаңыз. Ол сізге ешқандай көмек бермейді. Яғни ол приложениялар жай ғана сіздің рекламасын көрсету үшін және де бір өзінің бір желісін сізге қарай лақтыруда, сізге бір сөзбен айтқанда тығуда. Ал сіз оны байқамай сол приложение қолдану арқылы сіз оларға қандай да бір ақша оларға беріп жатсыз. Батарейканы көбейтетін, процентті көп беретін, сіздің енді батарейкаңыз көпке шыдайтын деген приложенияларды сіз енді жазып алмай қойсаңыз болады. Яғни жаңағы бутер, енді Play Market ашатын болсаңыз, өзіңіз көптеген приложенияларды көресіз, және ол сізде қазір жазылып тұруы мүмкін. Міндетті түрде оны өшіріп, қазір соткаңызды бір тазартып алсаңыз болады. Біз оны тексеру барысында ол приложение сізге көмек бермейтінін біз анықтадық. Оны қолдану барысында ол приложение сіздің смартфоныңыздың батарейкасын керісінше біршама төмендетеді. Жұмыс істеу принципіне зақымын тигізетін және ресурстарын біршама төмендеттіреді. Ал егер де сіздер шын мәнісінде өзіңіздің смартфоныңыздың батарейкасының бір жұмыс істеу принципін біршама жоғарғы түрде қолданғыңыз келсе және көпке шыдасын десеңіз, сіз оны өзінің смартфонның ішінен қолдана аласыз. Біріншіден сіз өзіңіздің фоныңызға қара түсті фон қойып, смартфоныңыздың жарқын біршама төмендеттіріп, және қазір көптеген шығып жатқан смартфондарда энергосбережение деген бар, және де тағы да өзінің смартфонның өзінің ішінен көптеген функциялар арқылы батарейкасын біршама төмендеттіруге болады. Яғни сізге тыс приложениялар керек емес. Және де бізде екінші өшіріп тастауға арналған приложение бұл бізде антивирус. Қазіргі таңда көптеген телефон қолданушылар өзінің телефонын бір вирустардан, негізі жоқ вирустардан қорғап қалу мақсатында өзіне Play Market'тен антивирус жазып алады. Бірақ шын мәнісінде қарап отырып, ол антивирус сіздің телефоныңыздың біріншіден оперативный памятінде өзінің памятіне алады, және де жаңағы
жұмыс істеу принципінде ол әрқашанда қосылып тұру барысында сіздің телефоныңызға нагрузка түсіру арқылы сіздің телефоныңыз тез отыратын болады. Антивирус негізі сіздің телефоныңызға керек емес. Егер де сіздер барлық приложениялар, ойындар барлығын Play Market'тен жазатын болсаңыз, Play Market'тің негізі өзінің антивирусы бар. Сіз Play Market'тен жазып жатқан заттардың барлығы ол Play Market'тің өзінен тексеріліп, сараланып, өзінің Play Market оны барлығын тексеріп, егер де ол приложение жақсы жазып алуға болатын вирус жоқ приложение болса, Play Market'те өзі шығады. Play Market сізге жай вирусы бар ойындар, монтаж жасайтын видео жасауға, монтаж жасауға арналған приложенияларды жай бірақат бере салмайды. Play Market арқылы сенімді түрде ойын кез келген затты жаза беруге болады, антивируссыз. Ал егер сіздер бір Chrome'нан, бір белгісіз жерлерден, сайттардан, бір тексерілмеген сайттардан жазатын болсаңыздар, сіздерге антивирус керек болады. Бірақ көп жағдайда көп адамдар, негізі Android желісін ұстайтын адамдар, Play Market'тен көбінесе керек приложенияларды жазып алады. Сондықтан сіздерге бірінші Play Market'тен кез келген приложениялар жазу барысында антивирус қажеті де жоқ. Ал егер де антивирусқа мәжбүр болсаңыз, Avast немесе веб тексерілген Play Market'тің өзінен тексерілген антивирустарды жазып алсаңыздар болады. Және бұл жерде антивирустың тағы бір минусы, антивирусқа кіру барысында немесе сіздің телефоныңызда белгісіз рекламалар шыға беруі мүмкін. Яғни сіз антивирус жазып алғаннан кейін сіздің жоғарыда немесе кез келген бір түсінбейтін ресурстардан сізге реклама келе береді, ал сіз оны өшіре алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан сізге қазіргі таңда, қазір тура осы сәтте антивирус сізге керек жоқ болса, сіз және де көптеген приложениемен жұмыс жасамайтын болсаңыз, антивирусты өшіріп тастаңыз. Және де бізде үшінші приложение өшіріп тастайтын ауа райын көрсету, бүгінгі күнде қандай прогноздар барлығын көрсету приложение сізге міндетті түрде ол сізге керек емес. Яғни олар жаңағы интернетте бар нәрсені өзіне жазып алып, приложение ретінде сізге ұсынуда. Және де артындағы фондарын, және де уведомлениеға сізден ақша сұрауда. Яғни бұл сізге бір минус, және де ақшалай түрде сізден кірісіңізге, және де өзіңіздің соткаңызға приложение жұмыс жасау барысында сіздің телефоныңызға тағы бір батарейкасын жейтін, тез отыртқызатын приложение десем де болады. Және де оперативный памятіне құр босқа, өзінің встроенный памятін құр босқа алып тұрады. Және де сіз ауа райын егер де қатты білгіңіз келіп бара жатса, бір сәтте Google-ға кіріп, өзіңіздің қалаңызды жазып, және де бүгінгі күнді жазсаңыз, сізге Google өзі қай қала және қай уақытта, қай күні екенін, ауа райын сізге дәлме-дәл көрсетіп береді. Бірақ қазіргі таңда бүкіл смартфондарда, жаңадан шығып жатқан смартфондардың өзінің платформасында, өзінің менюында десем де болады, ауа райы прогноз жасайтын ауа райы функциясы пайда болған. Яғни ешқандай тыс приложение керек емес, бірақ сізде егер де сол прогноз ауа райын жасайтын приложение болса, міндетті түрде өшіріп тастаңыз. Ол керек емес. Төртінші керек емес приложениялар ол керек емес браузерлермен қолдану. Яғни қандай браузерлермен? Қазіргі таңда Қытай смартфондарын сатып алатын болсаңыздар, оның ішінде біз түсінбейтін браузерлер бар. Бірақ кейбір адамдар сол браузерлермен қолдануда. Бірақ сіз біліп жүріңіз, егер де сіз браузерға қандай да бір пароль жазатын болсаңыз, ол браузерлерде қалып қояды. Ал біз танымайтын браузерлерға өзіміздің құпия сөздерімізді қалдыру, ол біріншіден қауіпті, екіншіден олар сіздің бүкіл құпияларыңызды біліп қоюы мүмкін. Және де ол Қытайлардың браузер. Сондықтан сіздерге айтарым, егер де сіздерде бір тыс емес, бір таныс емес браузерлер болса, оны міндетті түрде смартфоныңыздан өшіріп тастаңыз. Біріншіден ол сіздің телефоныңыздың ресурсын жейді, және де жұмыс істеу барысында қаншама сізге рекламалар әкелуі мүмкін, керек емес рекламалар. Және де оның жаңағы батарейка тез отыруына осы сіздің смартфоныңыз тез отырып қалатын болады. Сондықтан сіздер Play Market'тен тексерілген браузерлерді жазып алыңыздар, яғни Google Chrome немесе Google. Осы екі приложениемен жұмыс жасасаңыздар сізге жеткілікті. Яғни жаңағы бар браузерлерда, осы Google Chrome'да барлығы бар. Басқа браузерлерден артықшылығы Google Chrome ол уақытпен тексерілген, және де барлығы оған сенетін браузер. Бұл жерде енді бізге өшіретін ол әлеуметтік желі. Егер де Facebook'та, ИНСТАГРАМда және де тағы да бір басқа әлеуметтік желілерде көп отыратын болсаңыз, және де ол сіздің бір көп уақытыңызды алып, сіздің телефоныңыздың тез отыруына, және де оперативный памятін көп алып, телефонның құртылуына әкеліп соғатын болса, онда сіз сол әлеуметтік желіні өшіріп тастаңыз.
Бірақ сұрақ келуі мүмкін, мен ол әлеуметтік желіні неге өшіріп тастаймын, және ол әлеуметтік желісіз сосын қалай отырамын деген сияқты. Осындай сұрақты болдыртпас үшін сіз жаңағы Google Chrome'ыңыздан кез келген әлеуметтік желіде тікелей сол Инстаграмға, Фейсбукқа және басқа да әлеуметтік желілерге сіз оп-оңай кіре аласыз. Жаңағы приложение сияқты болмаса да, ол бірақ сіздің ресурсыңызды және де жаңағы жұмыс істеу принципін телефонның сақтап қалады. Бұл жерде мен әлеуметтік желіні сол мезетте өшіріп таста деп ондай мағынада айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде егерде сіздер телефоныңызда бір орын болмай, бір басқа приложение жазып алу барысында бір сізге объемы көп, бір үлкен гигабайтты ойындар жазғыңыз келсе, немесе монтажға бір видео жазғыңыз келсе, видео түсіргіңіз келсе, сіз міндетті түрде бір затты өшіруіңіз керек болады. Ал сізде ең көп память алатын, ең көп гигабайтты память алатын ол сізде Инстаграм немесе басқа да әлеуметтік желілер, ВК, Фейсбук, тағы да басқа. Осы Инстаграм, басқа да әлеуметтік желілерді сіз оп-оңай өшіріп тастай берсеңіз болады. Уақытша болсын. Сосын оны сіз сол уақытта бір жаңағы Google Chrome'нан кез келген браузерлардан кіре аласыз тікелей түрде. Сосын сіз соткаңызды тазартқаннан кейін белгілі бір уақыттан кейін қайттан әлеуметтік желіні жазып аласыз. Бұл соншалықты қорқынышты емес. Және достар, осы видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Осы видеодан кейін сен телефоныңның бір шама тазарғанын сездің деген ойдамын, және де бір телефоныңа бір жаңа дем бердің деген ойдамын. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Каналға жазылып, қоңырауды басып, осы видеоны достарыңа жіберуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау бол.